Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Әбілқайыр хан 1718-1748 жылдар аралығында билік құрған. Кіші жүздің бірінші ханы. Көрнекті саясат және мемлекет қайраткері, ол ресеймен байланыс орнату және жақындасу идеясын жаңартуда ерекше басым рөл атқарды. Ол қазақтардың әскери техникалық артта қалуын еңсеріп, этно-территориялық тұтастығын сақтап, халықаралық аренада лайықты орын алуды қажет деп санады. Шетелдік басқыншыларға қарсы күресте үш жүздің күш-жігерін біріктіруде Әбілқайыр ханның сіңірген еңбегі зор.